Саламатсыздар оқушылар. Бүгінгі сабақта кім жоқ? Кім кезекші? Жақсы, отыра ғой. Бүгінгі биология сабағын бастаймыз. Ең бірінші сабақты бастамас бұрын орнымыздан барлығымыз тұрайық. Сабақты жақсы өту үшін алдына түймедақ гүлі қойылған. Түймедақ гүлін өздерінің бүгінгі сабақта жақсы өту үшін өз тілектерінде айтып келіп, өз жерден бір-бір гүлден үзіп алды. Түймедақ үзіп алдық па? Енді түймедақ гүлінің атын қарасаңдар бір және екі деген сандар бар. Сол сандар бойынша екі топқа бөлінеміз. Бұнда. Екі топқа бөлінеміз. Бірінші топ. Мына жақта, екінші топ мына жақта. Екі ма? Екі мына жақта. Топтың ішінен топ басшысын сайлап алмамыз. Топ басшысы келіп, мына екі конвертті алып кетеді. Топ басшысы кім? Амет, екінші топтікі Мери. Жақсы. Осының конверттің ішін ашамыз. Топтың аты қойылған. Ортаға қоямыз. Топ басшысы бірінші топтың аты не екен? Топтың аты? Анаэробтоп. Екінші топ? Аэробты, жақсы. Отырамыз. Екі топтың аты қойылды. Бірінші топтың анаэробты, екінші топтың аэробты. Енді таза тақта әдісі арқылы біз мына сұрақтарға жауап береміз. Тыныс алу дегеніміз не? Кім біледі? Жақсы. Қарақат. Тыныс алу дегеніміз затта жасушада органикалық заттарын тұтығып өсімдікке қажетті оттекті бөлу. Ауаны бөлу. Жақсы. Тыныс алу дегеніміз дұрыс емес болған жағдайда дұрыс емес түзетілер. Келесі сұрағымыз, мынада бірінші сұрақты алып тастаймыз. Қақтамыз тазару керек. Екінші сұрақта газ алмасу дегеніміз не деп аталады? Газ алмасу? Жақсы. Газ алмасу дегеніміз, мысалға біз оттекті өзіміз жұтып газды шығарамыз. Сол газ алмасу деп аталады. Оттекті жұтып көмірқышқыл газды шығарса, ол газ алмасу деп аталады. Газ алмасу процесі деп аталады. Жақсы. Келесі екінші сұрағымызда жойла кетіреміз тақтамыздан. Үшінші сұрағымыз тыныс алу мүшелеріне бейімделуі дегеніміз не? Тыныс алу мүшелеріне кім? Жақсы не? Адамдар мен сүтқоректілерде оттекті сөндіру мен көмірқышқыл газының шығарылуы болған кезде өкпе үлкейе түседі. Ол тыныс алу мүшелерінің бейімделуі болып табылады. Тыныс алғанда адамдардың өкпесінің құрап ішінде не болады? Көпіршіктер. Олар не деп аталады?
биология деп аталады. Жақсы, үшінші сұрағымызға келді, жауап берді. Бұны да алып тастаймыз тақтамыздан. Төртінші сұрақ. Тыныс алудың екі түрі. Ажыратып беріңдер. Тыныс алуда келесі тағы да кім бар? Топтан айтады. Асқа, кімнен? Кім айтады? Сұраққа жауап беріңіз ба? Не дейді? Ішкі және сыртқы дейді. Ішкі дегеніміз қалай тыныс ішкі қан айналыммен қан айналуы арқылы тамыр жүйесінің қандардың қозғалуы, иә? Жақсы. сыртқы дегеніміз ұлпа мен қан айналым жүйесінің бірігуі, ұлпа мен қан айналым жүйесінің. Жақсы, төртінші сұрағымыздан кетеді тақтадан. Енді қарапайымдар. Меншік қуыстыларда тыныс алу қалай жүреді дейді, тақтамызда жазылып тұр. Тағы кім айтады? Қарақат. олар оттекті өз денесімен сіңіріп алып, сіңіру арқылы жүзеге асырады. Судағы еріген оттекпен. Судағы еріген оттегімен қорып тыныс алатын қандай әдемейсіздер? Қарапайымдар мен ішкі қуыстылар. Олар суда ерген оттегі арқылы тыныс алады. Алтыншы сұрақ. Өсімдіктердің тыныс алуы қалай жүзеге асады? Өсімдіктер тыныс алуы мол лептесік арқылы жүзеге асады. Мысалға, жер бетінде өсетін өсімдіктерде жапырақтың астыңғы тақтасында лептесік орналасқан, ал суда өсетін өсімдіктерде жапырақтың үстінде лептесік орналасқан. Олар лептесік арқылы өсімдіктер жақсы, өсімдіктер тыныс алатындығы, қалай тыныс алатындығы жақсы. Енді сіздерге, оқушылар, сіздерге мен тастаймын. Осы біздің өткізген сабақтарға бұл жерде міне тақтамыз тазарды, барлық сұрақтарға жауап берді. Таза тақта әдісімен тақтамыз тазарды. Енді сіздерге берді сәйкестендіру термин сөздері. Термин сөздерді қазақшасын және ағылшыншасын бір-біріне сәйкестендіреміз. Міне бірінші топқа, екінші топқа. Парақтың ішіне әдемілер сәйкестендіреміз. Сосын оның қартесімді тексереміз. Üç minut vaqt berdi, ya 3 minut vaqt аяқтауымыз қажет.
топ қол шапалақтап білдіреді. Бірінші топ болыпты. Екінші топ болсын. Сонда сіздерді мына бірінші топтың дұрыс емес қатесін шығарып отырасыз. Қате болса кейіннен айтасыздар. Мына топ, мына жеткі дұрыс емес, мына жеткі былай болады деген сияқты. Болды па екінші топ? Болды, екінші топ болды, уақыт аяқталды. Тоқтатамыз жұмысты. Мына бірінші топта тыңдаймыз. Бірінші топтан кім? Қасына кім? Асылай кел. Болды. Жақсы айтамыз. Тыныс алу, respiration, диафрагма, диафрагма, оттегі, оксиген, альвеолус, азот, нитроген. Нитроген. Дұрыс па? Бірінші, екінші топ. Дұрыс па айтқанда? Жақсы, отырамыз. Келесі топ. Екінші топ. Қаттай, бері қарай көрсетіп тұрмыз. Азот, Диафрагма. Қаттырек. Альвеола. Альвеола, иә? Альвеола дейміз. Не деп айтылады? Альвеолус, иә? Келесі? Тыныс алу. Нитроген. Дұрыс па? Енді дұрыс еместігін дұрыс еместігін тақтада шекселейді. Дұрыс деген бірінші топ, екінші топты. Жақсы. Қате кетті ма? Жақсы. Келесі. Бізде видео көрсетеміз. Жақсы, бұл видеода не айтылған? Жақсы, біздің сонда бүгінгі жаңа сабағымыз қандай болды? Жақсы. Енді сіздердің екі топтың алдында плакаттарымыз бар. Жаңағы топ басшылары бағалау парағына бағалап отырсыздар ғой, бал қойып отырсыздар ғой. Бал қойып отырамыз. Бұл жерде енді сіздерге беріліп бірінші топқа кітаппен жұмыс жасаймыз. Анаэроб бірінші топ. Сіздер бірінші топ кім? Біз. Сіздерге онда анаэробны жазасыздар. Анаэробты. Екінші топқа аэробты кестемен, сызбамен, суретпен аэробты және анаэробны ажыратып модулін жасаймыз.
Сіздерге анаэробты мына жақтан бастаймыз. Кітаппен жұмыс жасаймыз, интернетпен жұмыс жасаймыз. Сіздерге берілген мына аэробты. Бірінші топқа берілген анаэробты. Соны кестемен, сызбамен моделін жасап шығамыз. Қажетті ресурстардың барлығы бар, плакатымыз бар, сызбамыз бар. Болады. Қалай істесеңіздер де болады. Өздеріңіз модулін, қалай модулін жасап шығасыздар, солай жасап шығасыздар. Бәріміз қатысамыз сабаққа. 5 минут уақыт беріледі. 5 минутта аяқтауымыз қажет. Уақыт кетіп жатыр оқушылар. Болдық па?
Sonra birinci top аяқталып қалды. Mына жерге қоямыз. Деп тапсырайық. Опа. Болды, уақыт аяқталды. Қайта құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Айын болсақ шапалақтаймыз. Жақсы, бірінші топ дайын. Екінші топ тоқтатамыз. Уақыт аяқталды біз. Екінші топ тоқтатамыз. Бірінші топтың жұмысын тыңдаймыз. Түсінікті ма? Кел, бірінші топ. Кел, тақта қарай. Тақта қарай. Айсы, штап тұра берсін. Штап тұра берсін. Жақсы. Анаэробты грек кері мағына беретін бөлігі айыр, ауа және биос тіршілік, тыныс алу типі бос оттек болмайтын, ортада тіршілік етіп дамитын организмдерге тән. Анаэробты ұғымын 1865 жылы Луи Пастер ашты.
ашыту май қышқылды бактериясын анықтағаннан кейін енгізді. Біз бұл жерде ішек паразиттерінің суреттерін салдық. Бұл жерде аскарида, тоспақ құрт, жұмыр құрт, аниклостома деген паразиттерді салдық. Көп жазушылардың ішінде аэробларда ішек паразиттері жатады. Біз осыған құрттардың суретін салдық. Бұлардың барлығы қандайлар? Бұлар ішек паразиттері. Ішек паразиттері өте жақсы. Бұлар қалай тыныс алады екен? Бұлар қалай тыныс алады сонда? Ішкі мүшеде, иә? Ішкі мүшеде тыныс алады. Аэробты бактерияларды екі топқа ажыратады. Май қышқылды және сүт қышқылды болып екі түрге бөлінеді. Сонда ауа, бұлар ішкі аэробты дегеніміз, анаэробты дегеніміз не болды сонда? Анаэробты дегеніміз ішкі мүшелерде оттексіз жерде тыныс алатын организмдерді анаэробты дейді. Өте жақсы. Мына екінші топ дұрыс айтылған, дұрыс айтылды ма? Жақсы, іліп қоямыз. Модуль жұмысымызды іліп қоямыз. Екінші топ шығамыз. Бұл, алып шығамыз. Кел, екінші топтан. Аэробты, бұл екінші топқа берілген тапсырма не есептерге? Аэробты дегеніміз организмдер тіршілік етеді. көптеген түрлері жатады. Олар барлық өсімдіктер, жануарлар және көптеген бактериялар жатады. Аэробты организмдердің пайда болуы жер бетінде алғашқы фотосинтездеуші организмдердің пайда болуымен байланыстырады. Олардың бөлінген оттек атмосферада бос күйінде жиналып барлық аэробты организмдегі дамуына жағдай жасады. Аэробты организмдер арасында орын алатын фотосинтезге қабілетті организмдер цианобактериялар, балдырлар жоқ. Бұл жерде енді біз цианобактерия тез балдырларын суреттеп салдық. цианобактериялар бұлардың тыныс алуы аэробты тыныс алуға жатады екен. Бұлар сыртқы ортадан, ауада, жаңағы анаэробтыда не болды? Анаэробтыда ішкі ортада болатын болса, бұл жерде сыртқы ортада өсімдіктер, жануарлар бос күйіндегі оттекті тыныс алатын организмдер жатады екен. Сыртқы ортадан оларға не жатады? Жан-жануарлар, өсімдіктер, осылардың барлығы аэробты тыныс алатын білдіреді. Жақсы, отырамыз. Іліп қоямыз да, жұмысымызды іліп қоямыз, отырамыз. Дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабағымызды термин сөздерді жазып аламыз. Дәптерімізге жазамыз. Дәптеріміз дәптермен жұмыс жасаймыз.
бүгінгі өтілгенде аэробты және анаэробты термин сөздерін жазып аламыз. Ішіндегі бүгінгі күнді жазып дәптермен жүрміз. Бүгінгі күнді жаздық па? Дәптерімізге анықтамаларды жазамыз. Енді дәптерге жазып алсақ, сіздерге бүгінгі сабағымыздан тор әдісі арқылы бір-бірімізге жұлдызша жасау арқылы екі топқа бүгінгі сабақтан біреуіміз бір шетінен ұстаймыз, бүгінгі сабақта не білгенің туралы айтасың да, одан кейін екінші топқа айтамыз, иә? Келесі сіздерге сөйтіп ұстас. Сіз міне бірінші сен ұстадығы, бүгінгі сабақта не білген туралы айтамыз да, екінші адамға береміз. Бүгінгі сабақта мен тыныс алудың анаэробты және аэробты типтерін білдім. Келесі. Мен анаэробтының көп жасушалардың ішінде анаэробтылар ішек, паразиттер жатады. Мысалға, оксидтерді, тас-тұз, жұмыртқаларды түсіндім. Жақсы. Келесі қарсы адамға бересің. Жоқ, жақсы тұрасың. Өзің ұстап қаламыз. Ана кімге жақтырамыз, жақтырамыз. Сіз не білдіңіз? Бұдан бұл. Айта бер. Не білдіңіз ал? Келесі адамға Дамир. Дамир, қайта ғой. Бүгінгі сабақта не білдік? Мен анаэробты білдім. Анаэробты дегеніміз не екен? Ол білдерде болады. Тыныс алудың Ол қандай организмдерде болады? Қандай организмдерде болады? Ішкі организмдерде. Мен бүгінгі сабақта анаэробтының грек тілінен қандай мағына беретінін және оны қандай қылып ашқанын білдім. Өте жақсы, молодец, келесі. Мен бүгін сабақта анаэробты бактериялардың екі топқа бөлінетінін түсіндім. Жақсы, молодец. Келесі топқа. Келесі топ кім? Мерия, жақсы айта бер. Анаэробты организмдер тіршілік иелеріне әртүрлі жануарлар жатады екенін білдім. Молодец, жақсы. Келесі. Мен бүгінгі сабақта анаэробты мен аэробты тыныс алудың анаэробты мен аэробты Екі түрі бар екенін білдің, иә? Ол екі түрі іште және сыртқы, бос күйінде және жақсы. Келесі. Сізге жақтамыз. Айта бер. Ерасыл. Мен бұл сабақта үйренгенім екі топқа бөліп сұрақтар қоя аламыз. Анаэробты, аэробты Жақсы, қарақатқа бер. Ұстап қаламыз, қарақатқа. Мен бүгінгі сабақта аэробты организм сыртқы организм болып, аэробты мен анаэробты организмдер сыртқы және ішкі екі топқа бөлінетінін білдім. Жақсы, молодец. Келесі. Мен бүгінгі сабақта тыныс алудың анаэробты және аэробты Жақсы. Енді сіздерге топ басшысын сайлағанбыз, сол топ басшысында өзі бағалау кестесі бар. Соған балдарыңды қою арқылы
топтарды бағалау кестесін маған берсеңіздер болады. Балды санау арқылы мен өзім бағаларыңызды қоятын боламын. Екінші топтікі. Сіз қалай бағаладыңыз? Топты? Мен оқушылардың, тобында оқушылардың қаншалықты белсене қатысқанында, сұрақтарға жауап бергеніне, содан кейін тақтаға шығып плакатты белсене несегеніне. Соған байланысты балдар қойып отырып бағасын шығарыңыз. Өте жақсы. Енді сіздерге мынау мадақтау сенгіші дейді, бүгінгі сабақтан алған стикерге жазамыз, бүгінгі сабақ қалай өткені жайлы. Бүгінгі сабақта қай жері ұнады сіздерге, қай жерін жақсарту керек деген сияқты. Жазамыз. Позитивті, міне бірінші позитивті комментарий жазамыз. Ұнаған жақтарына сіздерге не ұнаса сабақта. Екінші, сындарлысын дейді. Не нәрсені жақсарту керек. Үшінші, келешекте болатын сабағымызда тағы да нені қоссақ, сабағымыз одан да жақсы деп өтетін сияқты. Сабағымызға кері байланыс береміз. Мадақтау сенгіші жазамыз. Жоқ, өздеріңіз ұнардың сабақтың қай жері ұнады, соны жазамыздар. Қай оқушы жақсы белсене атсалысты, соны қай жерде сөздерін алды. Ол тақтаға шығамызда білеміз. Кел, қай жерден өздеріңізді ұнаған жерлеріңізге бірінші және үшінші секшелерді қойдыңыз. Жоқ, ананың үстіне қайсызге ұнады, бір ма екі ма, позитивті сабақ қандай жақсы өтті ма, соған мынау үстіне емес, мынаның өзіне, аналардың ортасына ғой, тарақтардың ортасына. Сол тарақтың үстіне жақсы өтті? Жоқ, ананың ортасына. Жақсы, мен сіздерге біреуіңізді оқып атсам, оқып өтсем, маған бүгінгі сабақ өте жақсы ұнады. Бүгінгі мен сабақтан білгенім аэробты және тыныс алудың екі түрге бөлінетіндігін білдім. Аэробты және анаэробты дейді. Келесінде келетін болсақ, позитивті жазып береді. Сындарлы, бүгінгі сабақ жақсы болды. Негізі сындарлы ойлау қабілетімізді шамалы артты дейді. Мағына, сабаққа мағыналы сұрақтар жауап берген, бұл жерде жақсы жауап берген. Бірінші топтың мүшесі Ағниет және Аяулым деп жазыпты. Кім? Аяу деп жазыпты. Аяуға. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Оқушылар өте жақсы белсене қатыстыңыздар. Сіздерге рахмет айтамыз. Жақсы.